Сәлеметсіздер ме, студенттер? Дәрістің жоспарын жалғастырып кетейік. Өтіп кеткен тақырып бойынша морфометриялық мәліметтер мен тау бедерлерін біз қарастырдық, иә. Мегапішіндер деген не, мезопішіндер дегеніміз не? Мегапішіндер енді ол жүздеген және ондаған мың шаршы километр ауқымды қамтиды. Оларға енді көріп отырғаныңыздай, мына жердегі Гималай таулары жатады, Альпі, Кавказ таулары жатады. Микропішіндерге келсек, бұл жерде ірі пішіндердің бөлшегін, кішігірім кедір бұдыр түрлерін мысалға келтіріп кетуге болады. Мысалы, карст шұңқырлар, эрозиялық қазбалар, ұсақ құм төбелер, көлдеулер, орысша айтқанда оларды степные блюдца дейді. Степные блюдца. Нано пішіндерге келсек, олар макро, мезо және микропішіндердің ұстан шиеліндіріп бөлшектейтін өте ұсақ кедір бұдырларды жатқызамыз. Бұларға енді шалғындық төбешіктер, ұсақ жемірілген қазындылар, кеміргіштердің індері де жазады. Құм шағындылардың бетінде дамыған құм иректер дейді. То есть эоловая рябь дейді. Егер де пляжға баратын болсаңыздар, сол жерде құм иректерін көруге болады. Осындай эоловая рябьті жатқыздыруға Леонтьев, Рычаков, Герасимов пен Мещеряков бедердің генетикалық жіктемесінде планеталық пішіндер мен мегапішіндерді, геотектура, макропішіндерді морфоқұрылым, морфоструктура деп атаған. Олар енді көбінесе эндогендік процесс әрекетінен пайда болған. Ал экзогендік процестің әрекетінен қалыптасқан мезо, микропішіндерді, оларды морфоскультура, морфомүсіндер деп аталған. Бедердің морфографиясы және морфометриясына байланысты жіктелуі гипсометриялық сипаттама, яғни жер беті биіктігін өлшеп зерттеу. Жер бедердің ең маңызды морфометриялық сипаттамасының бірі. Құрлық бетін мұхит деңгейінен көтерілу мөлшерін орай ең алдымен жазықтар алып жатыр. Жер бетінің аз тілімдеген тегіс немесе белесті болып келген кен алқабын жазық деп атайды. Қазіргі кезде жер шарындағы халықтың басым көпшілігі жазықтарда қоныстанған. Демек, жазықтар адамның шаруашылық әрекетіне өте қолайлы. Енді мекендердің көбі жазықтарда орналасқан, тегіс жерлері егін егуге тас жолдар мен темір жолдарды, өнеркәсіп құрылыстарын салуға ыңғайлы. Сондықтан адамдар жазықтарды ежелден бері зерттеп жан-жақты пайдаланып келеді. Морфологиялық жағынан жазықтар тегіс белбілесті, жонды төбелі, сатылы болып келеді. Жазықтардың беті әдетте бір жағынан қарай сәл еңістеу, тау алды жазығы немесе ойысты тау аралық жазықтар болады. Абсолюттік биіктігіне қарай жазықтар негізгі үш түрге бөлінеді. Теңіз деңгейінен есептелгенде биіктігі 200 метр. Ойпатты жазық, низменная равнина деп
есептеледі. Абсолюттік биіктігі 200 метрден 500 метрге дейін жазықтар қыратты жазықтар деп аталынады. 500 метрден астам биіктікте жазықтар жайпақ таулар мен таулы қыраттардың құрамына кіреді. Ойпатты жазық көбінесе жазық бағытта жайғасқан жас борпылдақ тау жыныстар қабаттарынан тұратын тегіс жазық алқабы. Олар физикалық картада қою жасыл бояумен белгіленеді. Ойпатты жазықтарының теңіз жағасындағы бөлігі кейде теңіз деңгейінен төмен жатады. Оған біздің еліміздің батысындағы Каспий маңы ойпаты мысал бола алады. Жер шарындағы ең үлкен ойпаттар ол Амазонка, Батыс Сібір, Үнді-Ганг, Каспий. Ойпатты бедер көбінесе жазық бағытта жайғасқан жас борпылдақ тау жыныстар қабаттарынан тұратын тегіс жазық алқабы. Жер шарындағы аса ірілер Амазонка, Батыс Сібір, Үнді-Ганг, Каспий маңы және тағы да басқа ойпаттар. Ойпаттардың беткі жазықтығы теңіз деңгейінен төмен орналасқан түрлері де бар. Мысалы, Каспий маңы ойпаты. Қыратты бедер нақты биіктігіне, геологиялық құрылымына және тілімдеу сипатына байланысты қыратты жазықтарға, үстірттерге, жайпақ тауларға, таулы қыраттар мен тауларға ажыратылады. Қыраттар және қыратты жазықтарға нақты биіктігі 200 метрден 500 метрге дейінгі жер бетінің кейбір үлкен бөліктері жатады. Олардың үсті тегіс, еңкіш, ойыңқы және дөңесті иілген болып келеді. Морфология жағынан осы екі аймақтардың ішкі өңірі жазықты, ойлы қырлы, жонды төбелі немесе белесті қақалы және сатылы болады. Геологиялық құрылысына қарай аккумуляциялық және денудациялық жазықтар деп жіктеледі. Енді келесі дәрісте біз жалғастырып кетеміз, нақты нәтижесін қарастырамыз.